үш топқа бөліндік. Әрқайсымыздың тобымызға жеке-жеке аттар берілген. Міне осы арқылы сендер не қыласыңдар? Жауап бересіңдер, сипаттама жасайсыңдар. Әзір міне осы жерде өздерің ұйымдасып топпен жұмыс жасаңдар. Асықпай, ауызша. Üçüncü top, ya? Üçüncü top, birinci top. Dayıda oluşunda bir suratlar koyasınlar, ya? Birinci top. Birinci, ikinci top oldular. Tastayız. Son keser dediğimiz ол ежелге келе жатқан дәстүріміз. Және тұсаукесерде бала бір жасқа толғаннан кейін тұсаукесер жасайды. Тұсаукесерде баланың аяғына ала жіп байлап, және оны пышақпен кеседі. Оны тек қана пышақпен кесу керек. Ал егер қайшымен кесетін болса, ол қайшымен кесуге болмайды. Өйткені қайшымен кессе оның жолы да сияқты қайшыланып қалады. Ал пышақпен кессе оның жолы ашық болады, жүзі жарқын болады деген ырыммен жасаған. Және тұсаукесерде баланың алдына 3 немесе 4 зат қояды. Біріншісі кіл, домбыра, ақша, кітап қояды. Ал егер бала ақшаны таңдаса, бай болады, кілтті таңдаса, үйіне болмаса. Жалғастырып жібер, сол жерде. Үйіне болмаса ғимарат болады, домбыраны таңдаса, ақын, жазушы болады. Ал қолына қамшыны алатын болса, ол бір көкпар шабатын, қатал адам болады, кітапты таңдаса, оқымысты, бір білімді, үлкен бір мектепте қызыл грамота бітіріп оқымысты болады. Әрі қосатындарың бар ма? Болды, я бәрінің ойларыңды бірге жинадыңдар ортаға. Әрі қарай екінші, үшінші топ, ал екінші Біздің тақырыбымыз наурыз көже. Наурыз мерекесінде әжелеріміз бізге наурыз көже дайындап береді. Наурыз көжеге 7 түрлі дәм қосылады. Олар ет, су, жүгері, тары, айран, сәбіз, күріш қосылады. Наурыз көже наурыз мерекесінде басты тағам. Және осы наурыз көжені ішкен, осы біздің ата-бабаларымыз, батыр ағаларымыз осы наурыз көжені ішіп, батыр болып осы жерімізді қорғап қалған. Және осы наурыз көже наурыз мерекесінде үлкен дастархан жайып, үлкен қонақтарға осы наурыз көжені табыстаған. Және өздерінің үйлеріне наурыз көжені жасап, бірге барлығы үлкен қазанға дайындайды. Және оны барлық адамға бірдей бөліп дайындатқызады. Және наурыз көжені ішіп болған соң, сол наурыз көжеден кейін құран
Ал енді осы Наурыз көшені жыл бойына сыйна әлде уақыт сығармас? Қайгез? Жаңа күнде, жаңа күн келгенде, күнмен түн теңелген уақытта, міне сол уақытта Наурыз қолдарына жаңа толтырып берген кеседегі Наурыз көжені не қылу керек дейді? Тауысып, ішіп қою керек дейді. Себебі, ол не себепті жаңа адағын ішіп қойсын деген? Жаңа күнде не болсын деді? Қалдырмаңдар күнмен дейді. Қарны тоқ болсын, Дұрыс. Наурыз көшеге тойып алсын. Несібелі болсын деген ырыммен жаңағы қолдан толтырып берген Наурыз көжені сендер енді келешекте не қоюларың керек екен? Ішіп, тауысып қоюларың қажет екен. Ары қарай. Қайсың жауап беретін топтан? Ясмина? Сәби туылғанда қыртынан шығарған соң оны бесікке салады. Бесікке салуды көбінесе әжелеріміз, аналарымыз орындайды. Бесікте өскен бала шымыр, түзу өседі. Баланы бесікке салмай тұрып, бесікті аластап алады. Бесік ол сәбидің алғашқы үйі болып табылады. Және бос бесікті тербетуге болмайды деген ырым тиым бар. Өйткені бала болмай қалады деп бос бесікті тербетпеген. Дұрыс. Тағыра қосатындарың бар ма? Бесікке салуға көмектескен әжелерімізді, апаларымызға сый-сияпат беріледі. Дұрыс. Тағы бар ма қосатындарың? Сұрақ қойсақ, Иә, қайсы топқа қоясыңдар? Бірінші топқа. Кәні? осы неліктен бесікке байланысты неше түрлі ырым тыйымдар бар. Өйткені бесік ол қасиетті болып саналады. Дұрыс па? Қырағаттанды ба? Ары қарай. Кәні қолғаны? Баланы неліктен бесікке салады? Не үшін салады дейді? Өйткені бала мысалы оның қаптақ шығайды, оның кезі болады ғой, бала тыныш жатады сол арқылы, және ол тіл көрсетеді, және ол баланың төсеніші, және жататын төсегі деп айтады. Жарайсың. Осы баланы бесікке жатқызған соң, осы үлкен әжелеріміз бесіктің жастығының астына тарақ, айна, кітап қойып қояды. Ол не себепті дейді? Дұрыс. Мысалы, оған тарақ қойса, не ұқыпта, өз-өзіне қарап, шашын тарап жүрсін деген. Ал айна қойса, өзіне ұқыпта және бет-жүзін әдемі болсын. Иә, ары қарай. Мына топтан жоқ па? Қойшады. Кімге? Мына топқа ма? Бірінші топқа ма? Баланы бесікке жатқызған соң, бесік үстіне көптеген киімдерді жауып қояды. Иә. Бірінші топ? Иә. Өйткені бала тыныш жату үшін. Жоқ. Өйткені, мысалы, кәдіген әжелердің шапанын жапқан кезде сол жасқа жетсін, жетіп жабады. Жарайсың. Тағы ойлардың, әркім оятын сұрасы ғой. Неліктен бесіктің ішіне сәби жоқ кезінде оны бос күйінде тербетуге болмайды? Кәні? Тұрғамыр? Өйткені бос бесікті тербететін болсаң, баланы болмай қалады. Каусар? Бос бесіктің ішінде жын шайтандар жатуы мүмкін. Дұрыс. Не үшін баланы бесіктен кейін алған екен, оның екі бетіндегі сол матасын ашық қалдырып кетуге болмайды. Иә. Өйткені бесіктің ішіне жын шайтандар кіріп, оны не істеуі мүмкін, сонымен жатуы мүмкін. Сен ше? Сен ойын сол еді? Сендерде сұрақ жоқ па? Бірінші топ? Қайда қоясыңдар? Жарайды. Наурыз көже қолына. Баланың тұсауын не үшін кеседі? Саған қойылады. Тұсау кесердегі ала жіпті не үшін қайшымен құйуға болмайды? Себебі баланың жолы екі қиылып кетеді қайсы. Дұрыс. Және екінші
сұрақ. Осы неге баланың аяғына байлайтын жіп бар, сол енді қандай түрлері болады? Мысалы, қара, ақ және қандай түрлерін білесіз? Тағы нелер байлайды дейді осы? Иә. Жақсы жауап беріп жатыр. Бірінші топ списке салып толы. Абай сұрақ қойсын. Санаттансыз ба? Тағы. Абай сұрақ қойсын. Иә. Не үшін наурыз көшеге жеті Дән салып. дән салады? Иә. Өйткені жеті дән қосылмай тек қана жаңағы күріш, тары қосылса, оның дәмі болмай қалады. Және ол сол күріштен тарымен ғана толып қалады. Ал сол жаңағы жеті дәннің бәрін қоссаң, соның бәрі бірге араласып дәмді болып шығады. Абай Толтырасың ба? Абай дән қосқан себебі жеті саны киелі сан. Дұрыс. Өте тамаша. Міне. Сондықтан да оған жеті түрлі дән қосқан екен. Міне. Сондай екен. Молодец. Беріңіз. Бесікте жатқан баланың неге аяқ қолы байланып тіктеліп жатады? Абай, өйткені ол бала не қимылдап қалғанда өзі оянып кетуі мүмкін. Және де не сол аяқ қолы тік өссін деп сол Дұрыс па? Толық па? Енді. Ары қарай. Енді бер қараймыз. Үйге берілген тапсырма міне осы тақырыптарға байланысты біз салт дәстүрлеріміз туралы екен, иә? Мысалы, салт дәстүрлеріміз туралы қазір үйге берілген тапсырма қайсысын ол айтасыңдар, Ясмин айтады, Ясмин адамға саларыңдар, не айтсыңдаршы? Айтсыңдаршы. Қазақтың жаңа жылы ол наурыз деп аталады. Және наурыз ол шамамен 3000 жыл бұрын пайда болған. Және осы наурыз деген сөздің өзі парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген ұғымды білдіреді. Және осы наурыз мерекесінде күн мен түн теңеледі. Және бұл күнді қазақтар ұлыстың ұлы күні деп атаған екен. Және ұлыстың ұлы күнінде атаның құнын кештеп, бір-бірінің ең ауыр реніштерін кешірген екен. Өйткені бұл мереке бейбітшіліктің, татулықтың мерекесі болған екен. Және осы кезде неше түрлі ән, күй өткізілген, және ойын-сауықтар да болған екен. Және бұл күнді орталық Азияда мекендейтін көшпенділер Самарқанның көк тасы жібіген күн деп айтқан екен. Және бұл мерекені Иран, Пәкістан, Тәжікстан, Өзбекстан және Қырғызстан өткізген екен. Және осы ежелгі парсы және антикалық жазбаларда қазақтар күнге және отқа табынға деген дерек бар екен. Және олар түнге қарай жеті жаңа от жағып қойып, олардың араларынан алас-алас әр пәледен алас деп өткен екен. Және бұл әдет көбінесе қыстаудан жайлауға өткен кезінде жасалынған екен. Және әр халықтың өзінің тұрмыс тіршілігі және дүниетанымына байланысты салт дәстүрлер қалыптасады екен. Және ол сол салт дәстүрлер ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа тарап келе жатады екен. Жарайсың. Қазақтың арыма. Көшпелілер жаңа жылды қалай тойланады? Біздің қазақтың жаңа жылы наурыз мерекесі. Және бұл наурыз мерекесі ежелден келе жатқан мереке. Және осы ғалымдардың айтуынша бұл наурыз мерекесі 3000 жыл бұрын пайда болған деп есептеген. Және осы наурыз мерекесін парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген ұғымды білдіреді екен. Және осы көшпелілер ұлыстың ұлы күні алдынан кетсе атаның құнын кештеп, бір-бірімен ауыр реніштерін кешірген екен. Және осы наурыз мерекесі ол жаңағы бейбітшіліктің, мәдениеттің, ізгіліктің жаңағы мерекесі болып табылады. Және осы ойын ойнап, билеп, ән айтып, осылайша наурыз мерекесі әрі қарай жалғасып кеткен. Және осы бұл күн орталық Азияда да тойланған. Және бұл мейрам Самарқанның көк тасы жібіген күн деп аталған екен. Бұл мерекелер Иранда, Пәкістанда, Өзбекстанда, Ауғанстанда және тағы басқа жерлерде тойланады. Және осы күнге табыну, отқа табыну деген ырымдар бар екен. Және мысалы отқа табынған адам таза болады деп есептеген. Және осы
отқа табыну ол көшпелілер оны таза ұстайды деп сенген. Және осы қыстауға көшпей тұрып, көшпелілер екі жаққа қойып, сол оттардың ортасынан өтіп, алас, әр пәледен алас деп өткен екен. Жаңа жыл яғни Наурыз бізде ежелден келе жатқан дәстүрлі мерекелердің бірі. Және осы ғалымдардың айтуы бойынша бұл мереке осыдан 3000 жыл бұрын пайда болған екен. Наурыз күн мен түннің теңелген кезі. Наурыз мерекесін көшпелілер ұлыстың ұлы күні деп атаған екен. Және ұлыстың ұлы күні алдына келсе атаның құнын кештеп, бір-біріне деген ең ауыр реніштерін де кешірген екен. Және осы күнде көшпелілер өздерінің бір-бірлерін құттықтап, және берекелі дастархандарын мол жайған екен. Осы кезде түрлі ойын-сауықтар өткізіліп, әңгімемен жалғасып отырған. Жалғастырып жібер. Бұл бізге орталық Азияда, Өзбекстанда, Тәжікстанда, тағы басқа қаруларда тойланған. Бұл наурыз сөзі ол парсы сөзінен алынған екен. Және де отқа табыну, күнге табыну, ол байлажалардан алас деп оттан өткен екен. Солайша ары қарай Наурыз мерекесі жалғасып кеткен екен. Керегенің әрбір бөлігін қанат деп айтады. Алтын орда деген қанат қанша қанаттан тұрады? Қанша қанаттан тұрады? Алтын орда дегеніміз киіз үйдің ең дәуірі, және де ол 30 қанаттан тұрады. Оның мысалы қанша түрі бар киіз үйдің деді? Ол киіз үйдің 3 түрі бар, 4. Мысалы біздің қазіргі көріп жүрген киіз үйлерімізді 30 қанатты ақ үй көргенсіңдер ме? Жоқ, ол өте үлкен болып келеді екен, иә? Ары қарай. Тәңір, толғанай. Сұрады. Абай сол кезінде бес күн. Қазақтың жаңа жылы Наурыз. Және Наурыз бұл ежелден келе жатқан мерекелердің бірі. Ғалымдардың пікірінше Наурыз осыдан 3000 жыл бұрын пайда болған екен. Және Наурыз күн мен түннің теңелген күнінде болады екен. Және наурызды парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген сөзді білдіреді екен. Және наурыз күні ұлыстың ұлы күні екен. Ұлыстың ұлы күнінде көшпелілер бір-біріне келсе атаның құнын кештеп, бір-біріне ең ауыр өкініштерін кешірген екен. Және наурыз кезінде көптеген ойын-сауықтар мен ән билерді өткізіп, үлкен мол дастарханды жасап атап өткен екен. Иә, дұрыс. Орталық Азиядан Самарқанның көк тас жіберген күн дегенлігі Иран, Афғанстан, Қырғызстан, Әзербайжан және де тағы басқа елдер атап өткен. Және осы көшпелілер күнге де табылған екен. Себебі күн мен оттан нанып себілгендер бар деп сенген екен. Және олар екінші жерге көшпес алдын екінші жерге от құрып аластап кеткен екен. Және жаңа келін үйдің табалдырығын баспас алдын отқа солай құю дәстүрін жасаған екен. Және жас баланы бесікке бөлеген кезде оны отпен аластап тұрып бөлеген екен. Дұрыс, иә, жақсы. Енді
Сендерге жаңа қолдарыңа кеспе қағаз бердім. Осы туралы не түсіндік, не білдік? Темір бізде өмірде Ең алғашқы рет темір дәуірін біз оқулықты ашқан кезде танысқанбыз, ең бірінші. Темір дәуірінде адамдар өмірі қалай өзгерді өзі? темір дәуірінде адамдар өздерінің қажетті құралдарын жасап, неше түрлі әшекей бұйымдар, олар адамдардың өздерінің қол өнер, немесе тағы басқа өнерлерді үйреніп, олар өнерлі болды. Мысалы, әшекей бұйымдар, ақ қылыш, кекпен, Еңбек құралдары, олардың бәрін неден жасады? темірден жасады, иә? темірден Қарай, көшпелі мал шаруашылық дамуы адамдарға қандай мүмкіндіктер берді? Иә. Мал шаруашылығы мен егіншілікте адамдар өздеріне қойдың, сиырдың, жылқының, түйенің жүнін алып, сүтін, айранын, ірімшік, сүттен енді айран, ірімшік, құрт, неше түрлі заттар жасауға болады. Неше түрлі пайда көрген, өздеріне солайша өте көп заттар алған. Және де қойдың жүнінен киіз тігуге болады. Солайша егіншілікпен мал Міне осындай мүмкіндіктер берген, иә? Мысалы, етін жеген, етін жесе азық болған, сүтін ішкен, сусын болған. Көшпелер киіз үйдің қандай түрлерін пайдаланған? Үш түрін пайдаланған. Біріншісі күрке, екіншісі қос деген үй, үшіншісі жолы үй. Жол үй, иә? Дұрыс па, балалар? Дұрыс, иә? Киіз үй, оның ішкі құрылысында қанша бөліктен тұрады ішкі құрылысы? Иә, дұрыс. Үш бөліктен тұрады. Қандай? Біріншісі үй сүйектері, екіншісі киіздері, үшіншісі баушылары. Дұрыс. Дұрыс па, балалар? Дұрыс. Қарай, Қалимағали, неліктен көшпелілер жаңа жылды көктемде тойлаған? Өйткені орыстардың жаңа жылы 22 наурыз күні тойланады. Ал біздің қазақтардың жаңа жылы 27 наурыз күні наурыз мерекесі тойланады. Ал енді дұрыс айтты ма? Дұрыс айтты ма? Бедас. Орыстардың жаңа жылы негізінде 31 желтоқсанда тойланады. Ал біздің қазақтың жаңа жылы 21 наурызда, 22. Қателесіпсің, е? Қателесіпсің. Қателеспей ойланып айту керек. Әрі қарай. Киіз үй көшпелілердің қолданбалы өнері туралы қандай ақпарат береді? Үшінші топта кім жауап бере алады? Иә? Осы киіз үйдің бірінші сыртын қаптағанда ақ матамен қаптап, Ол кезде айтады. және сырттарына жаңағы ою өрнектермен сәндеп, және бағалы тастармен, алтын тастармен де сәндеп, жаңағы киіз үйді жапқан. Дұрыс айтты ма? Негізінде киіз үйдің сыртын киізбен жапқан, және де ақ мата деген жерде дұрыс. Дұрыс айтасың, иә? Дұрыс емес екен ол, иә? Ол жерде ою өрнектер болды, әртүрлі. Әртүрлі. Көшпелілердің қандай салт дәстүрлері бүгінгі күнге де сақталып келеді? Кәміл, Жансая? Қыздардың бес қой. Болғанай? Иә. Мерекесі. Бақытбек? Дұрыс. Тұсаукесер. Қыз қуу, құдалық, беташар, алып қашу, тағы да наурыз қыз қуу, тағы да Топ қызы, иә? Міне, топталып, барлығымыз осы сұрақтарға жауап берді. Жақсы, әрқайсысына жеке-жеке не беретін болсақ, бірінші топ өте тамаша жауап беріп отырды. Себебі
Көптеген сұрақтар қойылды. Барлығына бүтіндей жауап берді. Екінші топта өздеріне дұрыс жауап беріп жатты сұрақтарға, қойған сұрақтарға. Және үшінші топта жақсы жауап берді. Ал енді бері қараймыз балалар. Енді біз бүгінгі сабағымыз қараймыз. Осы ежелгі көшпелілердің дүние танымының екінші тапсырмасы. Бері қарап отырамыз. Бұнда көшпелілер қайтыс болған адамның аруағына ерекше құрмет тұтқан, құрмет деген әрине. Онда олар мысалы әрбір өздерінің жаңағы жауға шапқан кезде басқа мысалы болған оқиғаларда өздерінің жаңағы ата-бабаларының әруағына неғып отырған, сыйынып отырған екен. Мысалы көшпелі халық о дүниеде не бар деген, тіршілік бар деген, өмір бар, тіршілік бар деген кітапқа қарамаймыз, тіршілік бар деген. Мысалы жаңағы бұнда біз археологтардың өзі жаңағы осы нелерді, обаларды зерттеген кезде ол жерлерде нелер тапқан, күнделікті пайдаланатын ыдыс-аяқ, мысалы айна, қара, міне сол сияқты заттарды тапқан. Себебі көшпелілер міне о дүниеде адам өмір сүреді, және соны олар неғылады деген, пайдаланады деген немен сеніммен қойған екен. Және ата-бабалардың әруағына сыйынып, сонау ерте заманда қайтыс болған әлі осы уақытқа дейін сақталып келе жатыр. Не береді? Ас береді. Үлкен Құран оқытады мысалы. Ол еске алу рәсімі деп аталады екен. Дұрыс па? Мысалы бүйтеді. Естіп жүрсіңдер дейді, әруақ ырза болмай, тірі баймас. Естіп жүрсіңдер осындай сөзді? Қазақтан наным сенім мысалы. Біз ол үшін қайтыс болған ата-бабаларымызға Құран оқытайық, Құран бағыштайық деп, аталарымыз, әжелеріміз, папа, мамаларымыз айтып жатады ғой үйде. Жаңағы әруақ ырза болмай, тірі баймас деп, міне ол кісілерге ас беріп, жаңағы Құран оқытып, Құран бағыштап жатады. Міне осы сияқты дәстүрлер қазіргі осы кезеңге дейін сақталып келе жатыр екен. Одан кейін екінші көкпар ойыны. Мысалы, үлкен ас берген уақытта не береді? Көкпар береді. Мысалы, көкпарға жаңағыдай жағдайы келетін, тұрмыс тіршілігі жақсы, кез келген адам мысалы көкпарды бере алмайды ғой. Міне сондай кісілер жаңағы үлкен етіп көкпар береді. Мысалы, ол көкпарда кез келген нәрсе емес, не тартатын болған, серке тартатын болған, мықты жаңағы жылқылар, мықты жаңағы жылқылармен, жылқы болғанда жаңағы аттармен көкпар шабатын болған. Көкпарда жаңағы кім сол көкпарды жеңіп алатын болса, тартып алатын болса, сол жаңағы сыйлықтарды сол адамға не алатын болған, беретін болған. Әзірге кезде сол бізде бар ма? Бар мысалы. Және сонымен бірге жылқы дегеніміз іші азық, кисе киім, мысалы, одан кейін мінсе көлік, мысалы, одан кейін жаңағыдай, мысалы, қымызын, қымызын жаңағы ішеді, азық ретінде, етін жейді. Міне бұл жылқы өте қазақтар үшін нелі дейді? Киелі атаға. Одан кейін, жаңағы мал баққанда көшпелі халық сол жаңағы жылқыны неғылған көптеп пайдаланған көлік ретінде. Көшіп болғанда пайдаланған. Білесіңдер, өткен сабақтарда мысалы осы айттық қой, мысалы сонау күзеуге көшкен кезде пәлен километр бір айлық жолды жаңағыдай осы жылқыға мініп, жүктерін артып, сол жылқыларды пайдаланып отырғандығы туралы айтқанбыз. Одан кейін саятшылық дейді. Саятшылық дегеніміз жаңағы саятшылық атына белгілі болып тұр. Бұнда жаңағы аңды, мысалы, аңшылыққа құмар кісілер саятшылық жасайды. Мысалы, олар қоян, түлкі, қасқыр, мысалы, сол сияқты нелерді аңдарды аулайды екен. Мысалы, құсбегі, мысалы, құстар қандай құсты асыраған?
Міне оны жаңағыдай олар жаңағы қоянды, түлкіні алатын болған иә. Міне осы сонымен бірге тағы да не асыраған? Құмай тазыны асыраған екен. Мысалы құмай тазы ол жаңағы ода аңдарды не қылған? Аулаған екен балалар. Міне көшпелілер үшін осы жаңағы күн көріс ретінде де осы аңшылықты неғып отырған? Пайдаланып отырған. Қазіргі өмірімізде бізде сол жалғасып жатыр ма? Бар ғой? Аңшылыққа құмарлар бар, саятшылыққа құмарлар бар. Мысалы, кімдердің папалар аңға барып аң аулайды? Мысалы, Ұлжанның папасы шығады аңға. Мысалы, қоян, түлкі сияқты нәрселерді жаңа құмай тазысы бар, соны не қылады? Аулап келеді, құстарды мысалы. Сол сияқты. Және енді қараймыз. Не себепті көшпелілер ата-бабаларының рухын қалай тәрбиелеген? Дұрыс сұрақ қоймадым ба? Көшпелілер ата-бабаларының рухын қалай неғылған? Дәріптеген. Иә, қалай дәріптеген? Мысалы, айтып жаңа. Құран бағыштаған. Баяғы заманда қайтыс болған адамдарды Құран оқытып жерлеген, ал қазіргі заманда да қайтыс болған. Қазір жалғасып келеді ма сол? Жалғасып келеді. Және сонымен бірге тағы да олар жау шапқан кезде ертеде не істеген? Жылқымен шауып, ата-бабаларының рухына сыйынған. Дұрыс. Ата-бабасының рухына сыйынған. Одан кейін тағы да одан кейін қалай ойлайсыңдар? Көкпар ойыны, салт дәстүр жата ма, жатпай ма? Көкпар ойынында қойдың басын кесіп, адамдардың бәрі сайысқа түседі. Ол біздің ұлттық ойындарымыздың қатарына кіреді. Дұрыс айтасың. Бірақ қойдың басына қойма, не тартасың? Сірке тартатын болды. Неге десеңдер, олардың терісі өте не болады? Қатты болады. Сол себепті жаңағы серкені тартатын болған. Және де қараймыз енді. Дұрыс, жақсы жауап беріп жатсыңдар. Енді көшпелілер жаңа жылды қалай тойлады деді? Біз өткен сабақта айттық қой. Көшпелілер қалай тойлады? Кім айтады? Кім? Балнұр. Көшпелілер жаңа жылды үлкен дастархан жайып ойын сауықпен өткізген және ары қарай ән мен күймен жалғасатын. Дұрыс айтады. Қай уақытта тойлаған екен? Шуламаймыз 22 наурызда. Ары қарай сендердің отбасыларында салт дәстүрлер қалай сақталған? Кәміл? Айша? Дұрыс, тағы да. Беташарға келген кезде олардың алдына алып келіп есікке кіріп жатқан кезде алдына Шашу шығады. Кәні арына? Және болса бізді үйде мысалы беташар болған кезде бір жігітті алады да жаңа оқтайға үлкен оқтайға орамалды тағады да соны беташар біткенше ұстап тұрады және жаңа келін үйге келгенде оны шымылдырықтың жанына отырғызып қояды. Ары қарай. Айдана сен сөйлемей қалдың кейін. Салт дәстүрді айтшы. Салт дәстүр туралы сендердің отбасыларында не? Қалай тайбалар? Сақталған. Салт дәстүрді төрт көзіміз бірге боламыз. Және де бірдей киім киеміз. Ал қазіргі заманға дейін сондай сақталады. Дұрыс айтты ма? Бірдей киім кисе салт дәстүр сақталып қалмайды ғой? Тағы толықтырады кім? Ұлжан ба? Ұлжаннан басқа кім тағы да сөйлемей отырған? Көрсесің? Қазақтың мерекелеріне қазақтың киімі жүреді. Жаңа жылға қатысты киімдер киініп жүреді. Тоқты. Ары, көшпелілер қандай салт дәстүрді бүгінгі күнге дейін сақтап келе жатыр? Иә, Ұлжан? Беташар, қызал қашу, тұсаукесер, бесікке салу, Жасай қалма. Арман, қол қарай.
ташап, құдалық, жаңағы қыз қуу, сырға салу, бесік той, шіле қадам, тұсаукесер, сүндет той. Молодец, жарайсыңдар. Жақсы, бүгінгі сабағымызда жақсы мағлұмат алдық деп ойлаймыз. Иә, дұрыс па? Жақсы. Меңгердік па? Меңгердік. Енді өз ойларыңды толықтырып жазамыз. Астына жазамыз. Астына жазамыз. Астына жазамыз. Ойларыңды толықтырыңдар. Айша. Altarında dursun. Енді бір қараймыз. Қарымыз. Енді орта келгенде біз жаңағы сабақты киіз үй туралы өттік, иә? Мысалы қазақтың сонау ерте заманнан өмір сүріп келе жатыр. Сол кезде ең алғашқы рет олар неде отырған? Киіз үйде отырған. Қазіргі кезде бізде бұны матамен қаптаймыз. Ал бұл ерте заманда балалар киізден қаптап, қойдың жүнін текемет етіп басып, апаларымыз оны киіз үйдің сыртына қаптап, ыңғайлап жасаған. Және оның ішіндегі заттарын да оюлап, әдемелеп, кебеже қойып, көрпеше жинап, үстіне көрпе жинап, мысалы қыста осы киіз үйде неғылған екен? Қыстаған екен. Сонау ата-бабаларымыз ерте заманнан бері қарайды. Мысалы жаңа өздерің айтып жаттыңдар, қанша түрі болды киіз үйдің дегенде. Қанша түрі бар деді? Бірнеше түрлері болғандығы туралы айтылған. Мысалы алты қанатты ақ үй, мысалы қоңыр үй, сол сияқты басқа да киіз үйлердің түрлері өте көп болған екен. Мысалы бесік туралы айтып өттіңдер өздерің. Мысалы бесікті білмейтіндеріңіз бар еді, иә? Біраз нәрседен жаңағы мағлұмат алдық. Мысалы бесікті не үшін тербетпеу керек, бесіктің жабуы неге ашып тастамау керек сияқты, және не үшін отпен аластайды. Міне осының барлығын біз енді бүгіннен бастап неғыламыз, білетін болдық. Ары қарай
Енді біздің қазақтың салт дәстүрі бойынша бізде ерте заманда қазіргі өмірде бізде мысалы осындай киімдерді мысалы біз кездестіреміз ба? Мысалы біз бұндай киімдерді көшеде киіп жүре бермейді екен. Мысалы бізде қазіргі кезде бұндай киімдерді қай мезгілде киеміз? Наурыз мерекесінде киеміз. Сендер қателеспеңдер, жазда бұндай киім еш уақытта киіп жүрмейсіңдер. Түсіндіңдер ме? Бұны тек қана біз қай уақытта наурыз мерекесінде біз осы киімдерді әдемі етіп, киіп, жарқырап неге шығамыз? Наурыз мерекесіне шығады екенбіз. Мысалы, қарасақ, шапаннан кейін шалбар дейді. Бұл көбінесе ерте заманда ол шалбарларды теріден киетін болған. Жаңағы қойдың терісін сыдырып, әдемілеп болып, әбден яғып, одан кейін жүнін қатып, одан кейін соны жаңағы шалбар етіп тігіп, міне соны су өткізбейді деп сол шалбарды киетін болған. Одан шапан киген, мысалы, ою-өрнекті, бұны той-томалақта мысалы киетін болған екен. Кез келген кезде жаңағы ою-өрнек емес, олар шекпен киген. Ол шекпенді киіздер жасаған екен. Одан кейін ішкі тон. Қарап тұрсаңдар, мына тонның сырты мата сияқты. Бірақ тонның сырты мата емес, тонның сырты кері. Ал мына жүндердің сыртына жаға етіп, әдемелеп, желінеп, етегінеп, жағасынан көрсетіп, не болған? Қойған екен. Одан кейін аяқ киім, мысалы. Аяқ киімді де сол заманда неден? Терден тіккен екен, көрдіңдер ма? Терден тіккен аяқ киімді екінші кез келген адамның қолынан келіп екен. Мысалы, одан кейін камзол. Камзолды кімдер киген? Әжелер, апалар киген екен. Міне осы сияқты көптеген жаңағы қазақтың киімдерінің түрлері бар екен. Және мынау бас киімдері, сәукелер, кимешек, жейде. Қорқа дегенде бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, үшеуінде жақсы жауап берді. Жарайсыңдар. Күнделіктерді әкеліңдер. Adile. Oldu. Topsuzlu, tapsırma sürüktü oldu ya.